Қарақат, кеше саған Аярудың мамасы хабарласты ма? Иә, хабарласты. Өзіне де деп айттым, бүгін тағы хабарласса не айтам? Білмеймін, орыс тілі қайдан сұрау керекпіз соны. Ақылдасқанмен бәрібір ештеңе өзгермейді ғой. Түбінде барлығын ата-анасы біледі. Білмеймін, көре жатармыз дем болса да, кеттік сабаққа. Кеттік. Киімдерім қақты. О, мата. Елнер, бош! Шығадым. Қалсы тайым осы ма? Ремен тағы olur mu? Әйтеуір таптым да. Мен осы ойланып тұрмын да. Аяру табылды ма екен? Табылса дұрыс болады еді. Әйтпесе директор хана ол бізге. Айтпашы. Екеумізге жаман қана болады. Ойбай, неге? Енді екеуміз ғой суға лақтырған. Сен бастамағанда бұндай ештеңе болмас әйтпесін ба? Ойбай, енді осының бәрін маған жаман деп тұрсың бе? Сен қылыстаған Мен саған жүр деп айттым ба? Елнер жүр суға лақтырайық деп айттым ба мен саған? Өзің ғой артынан кетпеген. Қош кеттік. Не көрсек екеуміз көреміз. Бахрам, Аяру табылса болар еді. Жақсы қыз еді ғой. Қарын ашқанда маған тамақ беріп тұратын еді сол. Онда тура өліп қалған сияқты айттың ғой. Енді өзің ойлашы. Аяқ киім мен киімін тауып алдық. Басқа не ойлаймын мен? Сен нормаль нәрсе ойласай, уайымдама, Аяру табылады. Отырыңдар балалар. Тағым жоқ. Айгерім жоқ, Сағара жоқ. Сосын Аяр жоқ. Аярым жоқ. Болып балалар, сыламаңдар. Қазір Заңғар мен Әйгерім келсін, сосын сөйлесеміз, ә? Аяру жақсы қыз еді. Досым еді, не болады? Айгерім. Айгерім деймін. Қалайсың? Кеше өлің таппаған бүгін аруағы келген ба? Кет. Жүр, тұрымыз ғой. Аруақ! Айқайламашы, түріміз ғой. Досым шынымен де тұрсың ба? Иә. Кеше нешін тастап кетесіңдер? Киімімді тақпап қаласыңдар, мынамен келдім ғой. Шынымен де тұрсың ба? Тастап көрсей? Айгерім, кім анау? Аяру? Айгерім, Аяру тірі ма? Жоқ, сенің жай ғана көзіңе көрінген ғой. Бағана екеуің сөйлесіп отқандарыңды көрдім ғой. Жоқ, мен ол жерде бір өзім болдым. Сен жылап шаршағансың ғой. Шынымен ба? Я, сондай. Сен жат, Димаш. Жатам, айттым ба көзіңе көрінген деп? Я, айттым, не үшін істеп жатсың оны? Фраса қызық болсын деп бәрінің реакциясын көреміз. Онда сен мына жерде тұрма. Жүр кет қалысқан. Осы жерде отыр. Жарайды. Бір жаққа барғым келсе мен келіп тұрамын. Сол кезде сені алып барамын. Өзің ергіп кете бермей осы жерде отыр. Ого, жарайды, тым кетші болды ғой. Әйгерім келді. Әйгерім, Заңғарды көрмедің ба? Заңғар ана жақта жатыр, кешегіден кейін әлі есін жаман. Отыр, онда өзіміз ақылдаса берейік. Аярудың анасы кімге хабарласып тұраса да, Қарақат нейіне деп айтымды. Ағай, не үшін кеше кетіп қалыңыздар, мен шомыламай қалдым ғой. Ағай, қанша күн алдап жүреміз Аярудың анасын? Аяруд табылғанша. Сонда анасы өзіне хабарласса, Аярудың телефоны өшіп тұрса, күмәнданады ғой? Онда не істесек болады? Не үшін кеше кетіп қалдыңыздар? Ағай, Аярудың анасына хабарласып, барлық шындықты айту керекпіз. Не үшін кеше кетіп қалдыңыздар? Үніңді өшірші, адам өзі проблеманы шеше алмай отырса, кеше шомыламай қалдым деп отырсың ғой?
Onda men Айарудун анасына хабарласып келейин. Соншама не болду? Нәрсе отыршы. Айару табылына өзі жоқ па? Мә, көзіме әрбір елестік бітті ғой. Тағы жата тұрамау дейм. Басым ауырып кетті ғой. Алло, саламатсыз ба? Самат ағай. Айару. Мен қазір келемін. Бишара Айгерімге қиын болды. Ең жақын құрбысет. Зорға шыдап жүрген шығар. Не болып жатыр, мен еш нәрсе түсінбедім. Сенің білуің шарт емес. Жақпайтын ба, кеттім онда мен. Кетсең кетші бар еді жаман қан. Келемді қорқып қой. Жаман ши бола кел. Солай. Ойбай. О, келдің ба? Я келдім. Орыстыр ағай, не істеп жатырмын да? Өз ғой мен көріп тауып қалған. Сен істеп жатсың мұнда, жүр кетіп басқа классқа. Қазақ ағай есін жиятын болса, бүкіл планымызды быт шыт. О, Айару қалайсың? Жақсы өзің қойсын. Жақсы. Болды, тұрыш отыршы жерде айнамайын. Әрдеңе істей бермей. Көтінде құрт бар ма, тұрыш отырсай? Ой, ағайдың өзі ғой кіріп қалған. Болыпты, мен кеттім. Аспанда бұлттар сенің көтінде құрт бар деген сөз саған арнап түсін бе? Құрметті ата-аналар, егер де сіздердің балаларыңыз сапалы білім алғысы келсе, онда Асқар зияткерлік мектебіне оқытсаңыздар болады. Иә, біздің мекенжай Самалбар, Айнабұлақ 227. Барлықтарыңызды күтеміз. Келіңіздер. Айгерім, сен де барлығы жақсы ма? Жақсы. Айгерім көп уайымдай берме, бәріне біздің әліміз ғой. Иә. Жарайды. Қарным ашып кетті. Айгерім келем дегенше аштан өліп қалатын шығар. Мен жай барып асханаға барып қалсам, ешкім білмей қалады ғой, иә. Мына жерде отыра беріп аштан өлемін. Барып келейін асханаға. Не болып кетті де? Осы кеттім, классқа барамыз. Айару? Түу, мына орыс тілі ағай қайда жоқ болып кетті екен? Айарудың анасына түсіндіре алмай жатырған шығар. Айарудың мамасы ертең келіп қалып бәрімізді қырмасын. Ол кезде бәріміз мектептен шығып кетеміз. Негізінде ше, бәріне мен кінәлімін. Шомылуды ұйымдастырған мен, Айаруды суға лақтырғанда мен. Ең бірінші болып мен басым кетейін деп тұр ғой. Сол жерде барлығымыз болдық қой. Бәріміз бірдей жауап береміз. Мен телефонымды зарядкаға қойып қойып едім, қазір соны барып алып келейінші. Қыздар, балдар, бірден айтсам сенбейсіңдер. Сенбесек айтпай-ақ қой. Я айта бер, не болып қалды? Айарудың әруағын көрдім. Жоқ, сенбей ме? Мүмкін емес ол. Айттым ғой сенбейсіңдер деп. Жаңа телефонды алуға барсам, Айарудың әруағы холодильникті ашып тамақ жеп тұр. Ие, немене бәле ол өлсе де тамақ жей беретін. Достар, шынымен Айарудың әруағы кетіп бара жатыр.
не деген аруақ ал бәрі көзде көріне береді. Походу мына аруақ емес е. Кеттік онда тексеріп көрейік. Кеттік. Аруақ па? Ей, тоқтаңдар, керек емес. Не, керек емес. Жүр. Тоқтаңдар. Ошо. Аруақ емес қой мынау. Достар, Ақыры осы киноны көрдіңіздер ма? подписаться етіп кеттіңіздерші. Сосын лайк басып, коммент жазып кетіңіздер, Алда әлі көп кино түсіретін боламыз. көрейікші.